Қайырлы күн баршаңызға. Мен Рахметоллақызы Айжан ханым, Санива компаниясының алтын директоры. Сіздерге бүгін Санива компаниясының маркетинг жоспарын түсіндіріп өтейін. Жалпы Санива компаниясында екі түрлі тіркелу жолы бар. Ең біріншісі бұл классик пакет, екіншісі бизнес пакет. Екі түрлі тіркелу жолымен де сіз табыс табуға болады, және өзіңіз тауарды алып және сатылуға болады. Сонымен бірге команда құрып, бұл жерде 15 күн сайын керемет қомақты табыстар және ақшалай сыйақыларды алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы Санива компаниясы үш түрлі бағытта жұмыс жасайды. Бірінші, денсаулық сыйлау халыққа мақсатында, екіншісі халықтың экономикалық әл ауқатын жақсарту, және сонымен бірге үшінші бағыт бұл білім жүйеміз. Санива компаниясында екі түрлі бағыт бар. Енді маркетинг бойынша бірінші тіркелу жолымыз бұл классик пакет, яғни бұл 50 мың теңгені құрайды. Екінші түрлі тіркелу жолы бұл бизнес пакет, яғни бұл дегеніміз 150 мың теңгені құрайды. Енді бүгін сіздерге мен осы ең әуелі классик пакетке қалай тіркелу жайында түсіндіріп өтейін. Жалпы сізде өміріңізде бір-ақ рет 50 мың теңгені салу арқылы, сол 50 мың теңгеге Санива компаниясының барлық өнімдерін, ішінен қалаған өнімдерді таңдап алу арқылы біздің компанияға серіктес болуға әбден болады. Сіз өміріңізде бір-ақ рет 50 мың теңгеге өнім алдыңыз, яғни сізге компания бір PV беріледі деңіз, бір балл жинайсыз. Осы кезде сіз компания тарапынан үш түрлі табыс көзін мүмкіндігіне ие боласыз. Егер де сіз 50 мың теңгеге тіркелетін болсаңыз, бірінші табыс көзі бұл жеке шақыру табысы, яғни ол дегеніміз 20 мың теңге. Тікелей өзіңіз бір серіктесті алып келіп 50 мың теңгеге ізіңізден тіркейтін болсаңыз, компания сізге шақыру бонусын береді, яғни бұл тікелей табыс, бұл бір адамнан 20% береді деген сөз. Екінші табыс көзіміз бұл деңгейлік бонус, яғни сіздің екінші қатардан төртінші қатарға дейінгі алатын табыс бұл 2%-дан 6%-ға дейінгіні құрайды. Сонымен бірге біздегі үшінші бұл желілік бонусты құрайды. Енді классик пакетте бізде осындай мүмкіндіктер бар. Сіз өзіңіз өміріңізде бір-ақ рет тіркелу арқылы ай сайын бұл жерде қанша тауар айналымын жасау жайында жоспар берілмейді. Сонымен бірге балды жинақтау жүйесінде ешқандай міндет жүктемейді. Сіз тек қана тіркелу арқылы бізбен бірге тауарлай бизнес жасауға және команда құрып та бизнес жасауға әбден болады. Классик пакетті түсіндіріп өттім. Енді ары қарай сіздерге классик пакет аштап өтейін. Мысалы үшін сіз бір адамды ізіңізден 50 мың теңгеге тіркедіңіз, иә? 50 мың теңгеге бір адам тіркеу үшін тіркедіңіз, сіздің артыңыздан бұл жерде тікелей табыс 20% деп айттық, яғни 50 мың теңгенің 20%-ы сізге беріледі. Бұл дегеніміз 8 мың теңгені құрайды. Яғни біздің айтып отырған тікелей жеке шақыру дегеніміз осы. Бір адамды алып келіп ізіңізден 50 мың теңгеге шақырып тіркедіңіз, компания сізге бір-ақ рет берілетін тікелей табыс бұл 8 мың теңгені құрайды. Сонымен бірге екінші табыс деңгейлік табыс, екінші қатардан төртінші табысқа дейінгі әрбір тіркелген тұтынушыларыңыздан, не болмаса командаңыздан, осы жасалған тауар айналымнан әрбір тіркелушіден сіз 2%-дан алып отырасыз. Үшінші табыс желілік бонус. Бұл жерде ескере кететін жағдай, сіз классик пакетке тіркелдіңіз, 150 балға дейін жинақтайсыз. Әрі қарай сіз компанияның 7 түрлі табыс көзін және интернет магазиндегі керемет табыстарды иеленем дейтін болсаңыз, сізге міндетті түрде біздің бизнес пакетке ауысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал достар, бүгінгі біздің классик пакет жөніндегі түсіндіру маркетинг жоспары осыған дейін болсын. Келесі видеода сіздерге Санива компаниясының бизнес жоспары, яғни 150 мың теңге арқылы бизнес пакетке қалай тіркелеміз және бизнес пакетке тіркелгенде сіздерге қандай керемет мүмкіндіктер ұсынылады, сол жайында түсіндіретін боламын.